Сәлем оқушылар, қайырлы күн, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге Айнура апай нұсқа талдау эфиріне қош келдіңіздер. Бүгінгі эфирде біз нағыз ото нұсқаларын талдайтын боламыз. Сол үшін барлығымыз дайын болсақ, кеттік онда бастайық. Бүгінгі эфирде біз грантқа бір қадам болса жақындаймыз, себебі біз келіп қалуы мүмкін сұрақтар талдаймыз, хорошо? Қажет тесттердің бәрін талдап көрсететін боламын, мұқият тыңдайтын боламыз, хорошо? Кеттік онда, физикада нұсқа талдау басталды. Бірінші сұрақ. Айтылған, интеллект тепе-теңдік күйде болу үшін оның сол жақ шетінде түсірілетін күші. Қараңыздар, бізде интеллект деген қандай бөлім еді? Механикадағы статика бөлімі, я? Біз оны интеллекттің формуласын жақсы білуіміз қажет. Мұнда қазір жазып көрсететін боламын. Суретінде салып көрсетілген бізде центр қайда орналасқан? Бірінші центр қайда орналасқан көріп алуымыз керек. Міне, көк точкамен берілген ол центр. И мына бүйтіп үзік сызықтарды просто так бермеген. Қараңыздар, арасы бірдей қашықтықта, мысалы мына бір қашықтықты L деп алсақ, мына жерінде L, мына жерінде L. Енді мына F күшті табу керек дейді бізге ше. Қараңыздар, бізде F көбейтілген 2L, 2L ғой ара қашықтық. Тең болады 20 көбейтілген L. Енді L мен L қысқарады, сонда F тең болады 20 бөлінген 2. 20 килограмм. 20 килограммы 10-ды көбейтуді ұмытпаймыз. Оны ньютонға айналдыруымыз керек. Мен килограммен жазып кеттім. Мынақа 10-ды көбейте саламыз. 200-ді 2-ге бөлсек 100 ньютон шығады екен. Көрдік қой? Сонда D жауабы болады. Осында интеллект тепе-теңдік күйде болу үшін десе, осы центрін тауып аламызда, интеллекттің формуласы бар, бізде соған апарып қоя саламыз. Мына жақтағы күшпен центрдің бергі беті мен арғы бетіне күштердің бірге тең болу керек. Күштер бір-біріне тең болу керек. Соны ұмытпаймыз. Мына күштің қашықтыққа көбейтіндісі екінші күштің қашықтыққа көбейтіндісіне тең болу қажет. Келесі кеттік, келесі сұрақ. Төменде көрсетілген суреттегі ғаламшарлардағы еркін түсу үдеуі жайлы дұрыс тұжырым дейді. Енді қараңыздар, мына жақтағы графиктегі ауырлық күші көрсетілген Y бағытында, Y осінде, ал X осінде масса көрсетілген. Ал бізде еркін түсу үдеуінің формуласы қандай? G тең F бөлінген M. F тең mg-дан алып алдым. Енді пи ғаламшарында енді қайсы дұрыс тұжырым дейді? Пи ғаламшарында еркін түсу үдеуі дейді. Қарайық, пи ғаламшары. Қай жерде қиылысқан масса мен ньютон? Мына жағы 400 болса, мына жағы 40. 40 пен 400-де қиылысқан екен, я? Сонда 400-ді 40-қа бөлеміз. Қанша болды? 10 ньютон бөлінген килограмм болады. Міне, масса мен күш теңескен қиылысқан жерлерді іздейміз. Міне, қиылысқан жер осындай. Q ғаламшарыныкін табайық, шынау пи ғаламшарыныкі. Q ғаламшарыныкі қандай болады екен? Ол 400-ді бөлеміз 80-ге, екеуі сол жақта қиылысқан, я? Қанша болады 400-ді 80-ге бөлсек? 5 болады, я? 5 ньютон бөлінген килограмм. Енді бізде А жауабында пи ғаламшарында еркін түсу үдеуі 10 ньютон бөлінген килограмм. Бірден осыны таңдай саламыз, өйткені бізде сол шығып тұр ғой. Басқа нұсқалардан қарастырып көрейік, негізінде бір жауапты нұсқа ғой. Q ғаламшарында еркін түсу үдеуі 5 ньютон бөлінген килограмм, 10 емес. Пи ғаламшарында еркін түсу үдеуі 10 ньютон килограмм, ол емес. Бұл 5 деп қойыпты мұнда. Еркін түсу үдеуі 15 дейді, дұрыс емес. Бізде А жауабы дұрыс болады екен. Өте оңай есеп, я? Графикті мұқият қарасаңыздар, бәрі көрініп тұр. Келесі, көлденең қимасының ауданы 8 мм квадрат сымға 4 кг жүк ілінген. Механикалық кернеуді тап дейді. Механикалық кернеудің формуласы қандай еді? Сигма деген әріппен белгіленеді ғой? Ол қандай? F бөлінген S, яғни күшті ауданға бөлсек механикалық кернеу шығады екен, я? Кәдімгі біздегі қысымның формуласына ұқсас. Енді бізде F деп берілмеген, бірақ масса мен еркін түсу үдеуі берілген. Яғни mg бөлінген S болады. S берілген 8 мм квадрат деп. Яғни 4-ті көбейтеміз 10-ға, бөледі екенбіз 8 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі?
милли деген оның -3 дәрежесі. Ал мына квадратпен -3-ті 2-ге көбейтсек -6 дәреже болады, иә? Міне милли деген -3 өзі. Мына квадрат бар еще плюс 2-ге көбейтіледі да, сонда оның -6 дәрежесі болады екен. Я? Оның -6 дәрежесі болады. Дәрежені дұрыстап келтіреміз, өйткені жауапты қарасаңыздар барлығы да 5. Я? Сол үшін дәрежеге мұқият назар аударамыз. Енді 40-ты 8-ге бөлсек 5. И оның -6 дәрежесі жоғары қарай алымына өткен кезде плюс таңбамен өтеді ғой. Математикадан білеміз. Сонда оның 6 дәрежесіндегі паскаль болады. Ал 5 көбейтілген оның 6 дәрежесіндегі деген жауап бар ма? Жауап жоқ. Оғада мегапаскаль деп берілген, ол оның 6 дәрежесі. Хорошо? Міне, мега деген оның 6 дәрежесі деген сөз. Осы жауап таңдаймыз. Ол көп жауапты да осылай келеді. 5 көбейтілген оның 6 дәрежесі деп келеді. Екеуі келсе осы екеуін таңдаймыз. 0,5 келмейді. 0,5 килопаскаль ол дегеніміз 50 паскаль келмейді. 5 килопаскаль 5000 паскаль келмейді. Біздікі 5 миллион паскаль екен. Келесі есеп. Тығыздығы 2,7 көбейтілген оның 3 дәрежесіндегі килограмм бөлінген метр куб, көлемі 0,5 метр куб, алюминийдің зат мөлшері. Зат мөлшері нью әрпімен белгіленеді. Формасы қандай? Бізде мынақты мольдік масса беріп қойған, значит біз мольдік массасы бар формуланы қарастырады екенбіз. Яғни массаны мольдік массаға бөледі екенбіз, я? Получается, біздің мольдік массамыз бар ма? Жоқ. Тығыздықпен көлем берілген. Это спокойно же, өйткені массаның формасы тең ро көбейтілген в. 7-ші сыныптан білеміз бұны. Енді нью тең ро 2,7 көбейтілген оның 3 дәрежесі, көлем 0,5, мольдік масса 27 грамм бөлінген моль. Бұны килограммға айналдыруымыз керек. Міндетті түрде қ-ға келтіреміз. Хорошо? Енді 27 сонда көбейтілген оның -3 дәрежесінде килограмм бөлінген моль болады. Қ-ға келтірсек. Міне. Килограмм бөлінген моль. Өйткені мынау килограмммен берілген, мынау метр кубпен берілген, бәрі қ-ға келіп тұр, мынау ғана қ-ға келмей тұр. Хорошо? Ұмытпаймыз, өйткені дәрежеден қателеспеуіміз керек. Дәреже өте үлкен рөл ойнайды негізі есепте. 2,7-ні 0,5-ге көбейт, 2,7-ні 27-ге бөлсек 0,1 болады. 0,1-ді 0,5-ге көбейтсек 0,105 болады. Сонда 5-і бар, қайсы? Бірақ жауап 5 киломоль бар еще. 50 киломоль бар, қайсы болады? 2,7-ні 27-ге бөлейік. 0,1 деп айттым да. Бөлу 27. 0,1-ді 0,5-ге көбейтеміз. 0,105. Енді -3 дәреже жоғары қарай плюс 3 болып барады, сосын оның 6 дәрежесі болады. Сонда 0,105 көбейтілген оның 6 дәрежесі болады, я? Енді, значит, 5 киломоль деген жауап сразу кетіп қалады. 5 киломоль деген 5000 моль. Мынада 1, 2, 50 киломольға келеткен. 50 көбейтілген оның 3 дәрежесі жаза аламыз ғой. Сонда 50 киломоль болады екен жауабына. 27-25 болмайды. 5 киломоль мен 50 киломоль айырмашылығын бірден түсінуіміз қажет екен. Келесі, 1,6 микрокулон нүктелік заряд кернеулігі берілген 60 вольт бөлінген метр. Осы өріс күшінің сызықтарына 30 градус бұрыш жаса еніп, 10 сантиметр орын ауыстырса, электр өрісінің жұмысы. Қарайық. Бізде жұмыстың бірінші формуласы қандай еді? Сол нені ізде деп тұр, нені тап деп тұр, соны қарастырамыз бірінші. Соңынан басына жүреміз. F көбейтілген S. Ол F көбейтілген S, бірақта перпендикулярна болса, егерде біздің күш сызықтары мен орын ауыстырудың арасы. Ал бізде 30 градус деп тұр. Бізде F көбейтілген S көбейтілген косинус альфа ма? Или болмаса F көбейтілген S көбейтілген синус альфа ма? Қайсысы бізде? Жұмыстың осы формуласы. Еске түсіреміз. Екеуі де берілген. Көрдіңіздер ғой? Значит, бізде екеуінің біреуі болады. Вот. Бізде F көбейтілген S көбейтілген косинус альфа болады екен. Жұмыстың формуласы косинуспен. Хорошо? Синусты, значит, алып тастаймыз. Ол кірмейді. Енді ары қарай жылжимыз. Бізде не берілген? S орын ауыстыру берілген. F күш берілмеген, бірақ Q берілген и және кернеулігі.
Е берілген. Енді Q бар, Е бар. Екеуін арқылы қалай күшті шығарсақ болады? F тең Q көбейтілген E деген кернеулік пен зарядтың көбейтіндісінің күшті беретін бәріміз білеміз, я? Вот, осы екеуінің көбейтіндісі күшті береді, сонда жұмыстың да дайын формасы бар, Q көбейтілген E көбейтілген S көбейтілген косинус альфа деген. Косинус альфа кейде жазылмай қалуы мүмкін, көбінесе перпендикуляр болып келеді. А мына Q көбейтілген E көбейтілген S-ті дайын форманы да білесіздер. Қазір сіздерге оны мен қорытып бердім. Кеттік, енді осыған салысайық. 1,6 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі, кернеулігіміз 60, косинус бізде орын ауыстыру бар. 0,1 дей салам, 10 см 0,1. Міндетті түрде ХБЖ-ға келтіреміз. Міндетті түрде. Косинус альфа 30 градустағы мәнін беріп қойыпты 0,87 деп. Все, енді осыған салсақ, қанша болады? 1,6-ны 60-ты 0,1-ге көбейтсек 6, 1,6-ны 6-ға көбейтеміз, и көбейтеміз 0,87-ге. 8,352 болады екен. Көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. Бірақ бізде 8,3 деп жуықтап берілген шама бар екен. Минус 6 джоуль. Немесе микроджоуль. Оның минус 6 дәрежесі ол микроджоульға тең. Микроға тең ғой. Минус 6 дәреже ол микроға тең. Хорошо? Сонда 8,3 микроджоуль болады екен. С жауабы. Келесі есеп. Айтады, тоқ күшінің 0,125 секунд ішінде 4 ампер бір қалыпты өзгеруі 40 милливольт өздік индукциясының электр қозғаушы күшінің қоздырады. Өткізгіштің индуктивтілігін дейді. Енді өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің формасы қандай? Өздік индукцияның. Вот, осыны еске түсіреміз. Ол ли бөлінген Т. Ли деген бізде. Білесіздер ғой, белгілі актер бар ғой, Брюс Лиша. Сонымен жаттағысыңыздаршы, ли деп прям электр қозғаушы күш тең ли. Солай оппанай прям бөлінген Т деген ол өздік индукцияда. Хорошо? Енді ли бөлінген Т бізде өздік индукцияның формуласы. Енді индуктивтілігін табу керек дейді осынан. Эпсилон көбейтілген Т бөлінген I. 40 милли деген минус 3 дәреже милливольтта айландырып жатыр. ХБЖ-ға уақытым 0,25 секунд и 4 ампер дейді. 4 пен 40 қысқарады, мына жер 10 болады. Сонда 10-ды 0,25-ге көбейтсем 2,15 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіндегі Генри болады. Енді ондай жауап бізде 0,25 бар. Милли деген қандай? Милли Генри деген. Ол оның минус 3 дәрежесі деген сөз. Значит, В жауабы боласады. Б жауабы 2,15 көбейтілген оның минус 3 дәрежесіне Генри. Келесі есеп. Күннің горизонтпен бұрыштық биіктігі 30 градус және жерде горизонталь жатқан айнаға сәулелер түсіп шағылады. Сәулелерді тік жоғары бағыттау үшін айнаның горизонттан бұру бұрышы дейді. Қараңыздар, бірінші мынау айна горизонтта жатыр. Горизонтта жатқан сәуле айнаға деп тұр ғой міне. Ал күннің горизонтпен бұрыштық биіктігі дейді. Мынақта бір күн бар, батып жатыр ма, шығып жатыр ма білмеймін ендіші. И жермен бұрыштық биіктігі 30 градус. Міне. Түп түсіп жатыр өзі. Осылай түсіп тұр жерге. И осы жерде айна жатыр ғой, мына жерде айна жатыр. Айнаны еспейлеп қойын. Мына айна жатыр. Айнаға білесіздер, не түседі сәуле, сол шағылып кетеді айнада. Значит, мына жаққа шағылады ол. Еще білесіздер, шағылу бұрышы мен түскен бұрыш бір-біріне тең екен. Шағылу заңынан білеміз о бәріміз. Ортасынан нормаль жүргіземіз, перпендикулярна. И на 30 градус болса, общий нормаль 90 градус болса, мына түскен бұрышы қандай болады? 60 градус болады, Мына жерде 60 градус болады, шағылған бұрыш бір-біріне тең болады ғой. Енді айтып тұр, тік жоғары бағыттау үшін сәулені былай тік жоғары бағыттау керек. Не істеуіміз керек дейді? Айнаны қалай бұруымыз керек дейді. Сонда біз айнаны, соны бұрышын
табу үшін түскен бұрыш бар ғой, фиді табу үшін түскен бұрышты 2-ге бөледі екенбіз. Сонда 60-ты 2-ге бөлсек 30 градус болады екен. Сонда біз айнаны тік жоғары жіберу үшін, сәулелерді тік жоғары жіберу үшін айнаны 30 градусқа бұруымыз керек екен. Сол кезде біздің сәулеміз тік жоғары бағытталады екен. Мынаға айнаны 30 градусқа бұрсақ. Түсінікті ғой? Келесі есепте 25 килоньютон күштің әсерінен 20 метр секунд тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автокөлік қозғалтқышының өндіретін қуаты дейді. Бізде не берілген? Күш берілген, жылдамдық берілген. Қуатты табатын формула. Қуаттың формуласы қандай негізі? П тең қуат. Жұмысты уақытқа бөлгенге тең. Я? Ал жұмысты ашайық ал. Ол неге тең? Ол күшпен орын ауыстырудың көбейтіндісіне тең. Ал орын ауыстырумен уақыт тұр. Орын ауыстыруды уақытқа бөлсек неге тең? Ол жылдамдыққа тең. Сонда F-ті V-ға көбейтсем, қуат шығады. Формула дайын. Мына формула, мына формула. Жай ғана екеуін біреуіне көбейтсек қуат шығады екен ғой. F-ті V-ға көбейтсек, 25 көбейтілген оның 3 дәрежесін көбейтеміз 20-ға. 25-ті 20-ға көбейтсек 500 болады. Көбейтілген оның 3 дәрежесіндегі ватт. Енді бізде жауапта 500 деген біреу ақ. С жауабы кило деген оның 3 дәрежесі как раз киловатт болады. Көп жауаптыларда оның 3 дәрежесі немесе киловатт деп белгілейді екенбіз. Келесі есепте егер металл бетіне түсетін жарықтың толқын ұзындығы 2 есе кемісе, осы беттегі электронның шығу жұмысы дейді. Қараңыздар. Толқын ұзындығы 2 есе кемиді, ал шығу жұмысы. Шығу жұмысының формуласы қандай? Бұл бізде H бөлінген лямбда, немесе H нюға тең, Енді бізде лямбдамен қайсысы келеді? H бөлінген лямбда келеді ғой формула. Соны апарып қоя саламыз. Қарап тұрсаңыздар, лямбда 2 есе кемісе, лямбдамыз 2 есе кемісе, мына 2 жоғары қарай шығып кетеді, сонда 2 H бөлінген лямбда болады. Мынау бізде жұмысты береді, сонда 2A шығу жұмысы болады. Сонда біздің толқын ұзындығымыз 2 есе кемісе, шығу жұмысымыз 2 есе артады. Яғни шығу жұмысы мен толқын ұзындығы бір-біріне кері пропорционал екен. Кемісе, шығу жұмысымыз толқын ұзындығы артса, кемиді, кемісе артады. Бір-біріне кері пропорционал. Хорошо? Енді келесі бізде теория кепті. Теорияда өте мұқият қараймыз. Айнымалы тоқ генераторы. Айнымалы деген сөзді көрсеңдер, электромагнетизмға жатады болды. Соны біліңіздерші, айнымалы деген. Тоқ генераторы деген, айнымалы тоқ генераторын біз электромагниттік индукция құбылысында қарастырғанбыз, электромагнетизмді қарастырғанбыз. Бұл жақта термоэлектронды эмиссия деген басқа, ол электрондардың жылынып шығуы, электромагниттік индукция құбылысы деген осы бізде жауап болады. Ал электролиз құбылысы деген ол вообще айнымалы тоқ генераторына қатысы жоқ. Ол сұйықтыққа байланысты. А Фарадейдің екінші заңы бұған қатысты емес. Электромагниттік индукция құбылысы айнымалы тоқ генераторының жұмыс істеу принципіне негізделген. Түсінікті ғой? Принципі осы құбылысқа негізделген. Индукция құбылысына. Түсінікті ғой? Келесі бізде оптика. Оптикада сіздер мынаны біліңіздер. Бізде оптикада осындай сұрақтар келеді. Өмірдегі көп кездесетін сұрақтар. Айтып тұр, суретте көрсетілген көздің ақауы. Мен сіздерге айтқам, көзің минус болса, мынандай очки киесің, ол мынандай жинағыш, мынандай линза, ал көзің плюс болса, мынандай очки киесің, ол мынандай линза. Всегда миымызға құйып аламыз, қандай линза киіп жүргенімізді. Мысалы, менің көзім минус. Мен қандай очки киемін? Менің көзім минус болса, мен алыстан көрмеймін ғой. Алыстағы нәрсені көре алмаймын. Яғни мен жақындатуым керек. Значит, мен шашыратқыш линза кием.
Мен алыстан көрем ғой, мен жақыннан көргіштік болады онда. Жақыннан жақсы көрем ғой мен, жақыннан көргіштік болады менікі. Ал жинағыш линза кетіндерші. Олардікі алыстан көргіштік. Түсінікті ғой. Вот, если көзіміз минус болса, біз, значит, жақыннан көргіштікпіз. Ал жақыннан көргіштіктер шашыратқыш линза кет. Ал көзіміз плюс болса, енді көбіміздің ата-анамыз немесе уже үлкен кісілерде плюс болады, возрастпен. Плюс деген алыстан көрмейсің, жақыннан көресің. Алыстан көресің, жақыннан көрмейсің. Вот, алыстан көріп тұрасың, бірақ жақындаған нәрсені көрмейсің. Соны біз алыстан көргіштік деп атайды екенбіз. Содан біз жинағыш линза тағамыз. Ал суретте не деп тұр? Суретте көздің ақауы дейді да, мынаяқта дым бермеген. Мынаяқта бірақ линзаны қараңыздаршы, не линза мынау? Мынау не линза? Бұл бізде шашыратқыш линза. Ал шашыратқыш линза болса, жақыннан көргіштік болады. Аккомодация деген не деген сөз десеңіздер, ол вообще көздің ақауы. Көздің ақауы бар деген сөз. Яғни жақыннан көргіштік или алыстан көргіштік біреуі бар деген сөз ғой. Көзің, дұрыс көрмейді деген сөз ғой. Ал алыстан көргіштік деген жинағыш линза, катаракт дегенге бұның қатысы жоқ. Хорошо? Катарактқа мына жинағыш шашыратқыш линзаның қатысы жоқ. Келесі есеп. Жабық идеал тербелмелі контурдың катушкасының индуктивтілігін 2 есе арттырып, конденсаторының сыйымдылығын 2 есе кемітетін болсақ, электромагниттік тербеліс жиілігі. Бізде индуктивтілік берілген, сосын не берілген? Конденсатор сыйымдылығы берілген. Значит, жиілігіміз Томсон формуласымен шығады екен. Томсон формуласы 2π түбірасты LC ғой. Енді бұл период тапсақ сондай, ал егер жиілік тапсақ төменге түсіп кетеді, өйткені кері пропорционал. Енді осыған формула қоя саламыз. Айтады, 2 есе кемейді сыйымдылық, индуктивтілік 2 есе артады дейді. Енді қазір көресіздер не болатын? Дым өзгермейді ғой, қарасақ. 2 есе артып жатыр, мынау 2 есе кеміп жатыр. Сонда 2 мен 2 қысқарады да, просто 1 бөлінген түбірасты 2π, түбірасына кетпейді ол 2π. 2π түбірасты LC. Вот осылай ғана қалады. Яғни біздің формуламыз бастапқы мен соңғы формула өзгерген ба? Өзгермеген. Яғни біздің жиілігіміз өзгермейді екен. Келесі есеп. Дененің релятивтік массасы тыныштық массасынан 3 есе үлкен болатын жылдамдық. Бұл бізде Эйнштейннің салыстырмалық теориясындағы формуламен шығады. Салыстырмалық сыты деп атаймыз. Релятивтік массасы деп, өзі релятивтік текпесе, ол салыстырмалы теория деп біліңіздер, я? Қараңыздар. Ол қандай? М тең болады, М0 именно массаға байланысты болса, түбірасты 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат. Мына апай формуланы бәрін қаяқтан жаттап алған демеңіздер. Формуланы есеп шығару арқылы ғана білесің. Хорошо? Формуланы просто так дәптерден қарап жаттай алмайсың. Мен формуланы былай жаттаймын деп миыма құя алмаймыз. Формуланы есеп көп шығару арқылы ғана жаттайды екенбіз. Мида солай қалады ол. Енді қандай? Мынау тыныштықтағы массасы, мынау қозғалған кездегі массасы. Я, қозғалған деп қойын. Салыстырмалы масса ғой мынау. А мынау тыныштықтағы. Енді не дейді? Тыныштық массасынан 3 есе үлкен дейді релятивтік массасы. Мынау салыстырмалы релятивтік деген екеуі бір сөз. Яғни М тең 3m0. 3 есе үлкен ғой тыныштық массасынан. Енді осына барып қояйық, 3m0 тең болады m0 түбірасты 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат. m0 мен m0 қысқарады. Сосын не болады? Түбірасын алып тастайықшы, түбірасына құтылайық сөзі 9 1 түбірасына құтылайық деп 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат. Енді мынаны қарай екеуін орнына ауыстырып жесек 1 минус v квадрат бөлінген с квадрат 1 бөлінген 9. Енді v квадрат с квадратты мұнда қалдырып, мынаны 1 азайтып тастайық, 1 бөлінген 9-дан. Сонда 9 берем, 8 бөлінген 9 болады, v квадрат
тең болады 8 бөлінген 9 с квадрат болады екен. Я? Енді v-ны тапсақ не болады? Түбірасты 8, түбірасты 8-ден 2, түбірасты 2 шығады, түбірасты 9-дан 3 шығады, с квадраттан с шығады. Сонда жауабы 2, түбірасты 2 бөлінген 3 с деген жауап болу керек. Ол с деген жауапта тұр екен. Көрдік қой қалай шыққанын. Просто біз реактивтік массаның формуласын білсек, соған апарып қоямыз. И біздің тыныштық массасына 3 есе екенін көріп тұрмыз, соны қоямыз, хорошо? Вот. Келесі есеп. Айтады, егер 2 моль бір атомды идеал газдың А нүктесіндегі температурасы дейді 300 кельвин болса, онда оны Б нүктесіне дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшері. Қараңыздар, мына А нүктесіндегі, мына вообще қандай процесс болып жатыр, мына П и В деп тұр. ПВ мен беріп қойған. Бізде не өзгермейді мында? Графиктен қарап тұрмыз. Не өзгермеген? А-да да, Б-да да. Екі нүктеде не өзгермеген? Қысым өзгермеген. Қысым өзгермесе изобаралық процесс болып жатыр деген сөз. Изобара, я? Изобарада П константа болады. Неседе Б нүктесіне дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшерін табу керек. QB. Адағы ТА берілген 300 кельвин. Енді қараңыздар, бізде екінші Б-дағы Б нүктесіне температураны табуға болады ғой. Қалай табамыз? Осылай ПВ бөлінген Т, П1, В1, Т1, П2, В2, Т2 деп екі нүктедегі қысым мен осы көлем температураны аламыз да. Қайсы тұрақты, соны просто қысқартып жүреміз. Бізде екі нүктеде не тұрақты деді? Қысым. Қысымды жойып жүреміз. Сол жерден Т2-ні тауып болады екен, я? Т2 деген ТБ ғой. Т2 тең болады В2 көбейтілген Т1 бөлінген В1. В2 неге тең? В2 деген Б нүктесіндегі көлем 4 В-ға тең, я? Ал Т1 ТА деген ол 300 кельвинға тең. В1 неге тең? Просто В-ға тең. Міне 4В и В-ға тең. В мен В қысқарады, сонда 4-ті 300-ге көбейтсем 1200 кельвин болады екен. Ал енді бір атомды деп тұр. Бір атомды идеал газдың жылу мөлшерін тап дейді. Бір атомды болса қандай болады? Бір атомды болса 5 бөлінген нью ар дельтаты болады. Я? Бір атомды болса, екі атомды болса 7 бөлінген 2. Солай кете береді. 2 атомды болса, 3 атомды болса солай. Я дұрыс. Ал егер де бізге мұнда ішкі энергияны тап десе, бір атомды болып тұр. 3 бөлінген 2 деп жазамыз, хорошо? Вот, жылу мөлшеріменен ішкі энергияның айырмашылығы осыда. Бір атомды болса, екеуінде 2 түрлі. Атомдар санына байланысты бұларда бірдей емес. 5 бөлінген 2. Нью неге тең? 2 моль дейді. 2. Ар бізде тұрақты 8,31. И дельтаты. Дельтаты деген өзгеріс. Яны 1200-дің өзін жазып қоймаймыз. 1200-ден 300-ді азайтып тастап жазамыз, хорошо? Сонда неше шығады мұнда? 1200-ден 300 азайтамыз 900. Ана 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда 5-ті 900-ға көбейтсек 4500 болады. Көбейтеміз 8,31-ге. 37395 болады екен. 5 джоуль. 395 джоуль. Енді сонда Q тең болады екен Б. Бізде қандай жауаптар бар? Өзі 37 деген біреу ақ тұр ғой. 37,4 килоджоуль деп сол болады ғой жауап. Кило деген оның 3 дәрежесі, яғни 37400 деген. Енді 395 деген 400-ге өте жақын сан. Сол үшін жуықтап алып тұр міне. Б жауабы болады екен сонда, я? Бізде маңыздысына жылу мөлшері формуласын ұмытқамауымыз керек. Қай атомды болған кезде? 2 атомды болса 5 бөлінген 2-ні қойып қоймаймыз. 2 атомды да 7 бөлінген 2 болады. Түсінікті ғой? Вот.
Келесі есепте қуаты 100 ватт секундына 2,3 көбейтілген оның 20 дәрежесіндегі фотон шығаратын жарық көзінен тарайтын сәуленің орташа толқын ұзындығын тап дейді. Енді қараңыздар, бізде энергияның формуласы қандай? Фотон энергиясы. Ол H-сы бөлінген лямбда, я? Ал энергияны қалай табамыз? Қуатпен, мұнда фотонның саны берілген. Өте оңай. Энергияны табу үшін қуатты фотон санына бөлетін болсақ, енді қуат секундына деп тұр да, мында т-ны көбейтіп жасақ та болады, бірақ секунд деген маңызды емес, сол үшін т-ны көбейтпей-ақ p бөлінген n деп энергияны тауып аламыз, и сояқтан лямбдадан есептейміз. Енді пи бөлінген n деп жазайық. Тең болады екен h-сы лямбдаға. Осынан лямбдадан тауып алайықшы. Лямбда неге тең болады? H-сы көбейтілген n бөлінген пиға тең болады екен. Қояйық енді апарып. 6 бүтін Планк тұрақтысы 6,63 көбейтілген оның минус 34 дәрежесі, көбейтілген 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі, и фотон саны 2,3 көбейтілген оның 20 дәрежесі, бөлінген пи деген қуат 100. Енді қарайық. 34, 8, 20. 28, 34, 6 болады, я? Минус 6 дәреже болады. 6-да 63. 6-да 63 көбейтілген 3. Көбейтілген 2,3. 45.747 и минус 6 дәрежесі бар. Минус 6 ма? Біз 100-ге бөлмедік қой, кстати, 100-ге бөлейік. 45.000-да. 0,145,747 дейді. Енді жоқта болғаны 0,46 болады. Мына жақта 8 бен 20-ны қосақ 28, минус 34 бен 28-ның қосындысы минус 6 дәрежені береді. Минус 6 дәрежесіндегі метр болады. Ал бізде микрометрді береді ғой, минус 6 дәрежесі микроны. Сол үшін микрометр деп жаза аламыз. 0,146 д жауабында тұр екен. 0,146 микрометр болады екен, я? Келесі есеп. Келесі бізде енді сіздерге бір жақсы жаңалығым бар, өте. Бізде қазір ілім-қазда біздің білім орталығында өте күшті жеңілдік жүруде. 4 пәнді бар болғаны 20 мың теңгеге аласыздар. 4 пән. Сол 20 мың теңгеге 4 пәннің бәрі кіреді. Өте үлкен мүмкіндік. Өйткені ондай мүмкіншілік көбісі бере бермейді. Әркімнің қайтса болады. Оқушыларға деген осындай мүмкіншілікті берген кезде пайдаланып қалу керек. Хорошо? Қазір дайындала алмай, бір жүйелілік жоқ, дисциплина болмай жүрсе, сіздерде қиын болып жүрсе, сол жағынан әрине бізге тіркелуді шақырамын. Сол арқылы дисциплина қалыптастырып, жүйелілік пайда болады біздің курсқа тіркелу арқылы. Жаңа ағымға бізде как раз қазір тіркелу ашық. Тіркелу үшін әрине бізде номер көрсетілген. Осы номерге жазыңыздар, хабарласыңыздар и тіркеліңіздер. Сіздерден күтетін боламыз. Және де ілім-қаздың өзіміздің оқушыларға тағы бір жақсы жаңалық бар. Ілім-қазға тіркелмеген оқушыларға да, тіркелген оқушыларға да жақсы жаңалығымыз бар. Тіркелген оқушыларға айтарым, егер жаныңыздағы құрбыңыз, досыңыз осындай курс таппай қиналып жүрсе, бізге шақырсаңыз, ол кісі бізге тіркеліп оқимын деп шешсе, сіздерге әрине бізге тіркегеніңіз үшін бонус беріледі 3.000-5.000 аралығында. Тіркеген кезде бірден бізге хабарласыңыздар, айтыңыздар. Вот, осындай ілім-қаз оқушыларына өте үлкен бір бонус жүруде. Бір жақсы бір оқушыларға жаманы жоқ, өзің дайындалып жүрген курсқа жанында досыңды шақырып бірге дайындалсаң, ол да бір жүйелілік болып табылады. Бір-бірлерімен жарысып оқыңдар. Мен бұрындары мектеп кезінде жанында сыныптасым болатын. Екеуміз, ол қыз, мен де екеуміз бір курсқа барамыз, подругам. Мен онымен іште жарысатын отырып, математикадан екеуміз бірге есеп шығарамыз, сол кезде. Бір 3 сағат болады математика, сол кезде 300 есеп, 400 есеп кейін береді. Мен қолым талса да, мен қалмауым керек деп шығару арқылы мен математикадан балымды көтерген болатын. Солай егерде жарысу, конкуренция деген кейде жақсы.
ол сіз білмейсіздер. Ол сіздер өзіңіздің балыңызды көтерудің андай сапалы іс-әрекет жасап жатқаныңызды байқамай, солай жақсы ниетте бір жақсы қайтса болады, білім алудың негізі ғой тоже. Конкуренция деген жақсы негізі, бірақ жақсы ниетте ғана іштей. Келесі есеп: тепе-теңдікте тұрған иіндердің қатынасы 4 бөлінген 9 болатын иінтіректің ұзын иініне 60 ньютон күш түскен болса, қысқа иінге ілінген жүк массасы. Иін тағы да бір рет келді. Статика уже екінші есеп кетіп отыр, иә? Қараңыздар. Бір не берген жазайық. 4 бөлінген 9 деген L1-дің иін деген осы. Иін деген L1, L2 дегендер ғой, ұзындықтары. 4 бөлінген 9 екен. Енді иінтіректің ұзын иініне дейді 60 ньютон күш түскен болса дейді. Сызып көрсетейін сіздерге визуально. Мынау центр болсын. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерге күш түсіп тұрсын. Және 1, 2, 3, 4. Мында күш түсіп тұрсын, иә? Мынау центр бізде. Айттыр, ұзын иініне 60 ньютон дейді. Мына жерге 60 ньютон күш түсіреді. Мына жақтағы күшті тап дейді ғой бізге. Сонда мына 9-ды көбейтеміз 60-қа, ол тең болады екен, x-ті көбейтеміз 4-ке. Екі жақтың да күш моменттер бір-біріне тең болу керек қой. Сол үшін де осылай көбейту арқылы жазып аламыз. Енді бізде 60 пен 4 қысқарып кетеді, мында мына жақта 15 қалады. Сонда x тең болады. 9-ды 15-ке көбейтсек 135 ньютон болады екен, иә? Енді бізге масса тап дейді, жүк массасын. Массаны табу үшін F-ті G-ға бөлеміз. 135-ті 10-ға бөлеміз, сонда 13,5 килограмм болады екен. Түсінікті ғой? А жауабы болады екен. Жүк массасын сұрап тұр бізден. Келесі есеп: идеал жылу машинасын пәкін арттыру үшін не істеу керек? Енді пәктің формуласы қандай еді бізде? Температураға байланысты, өйткені жауапта температурамен берілген. Температураға байланысты формулалар қандай? Т1 азайтылған Т2 бөлінген Т1, иә? Яғни Т1 деген жылу ыстық, мынау салқын Т2 деген, хорошо? Салқын температура, салқындатқыш және қыздырғыш. Қыздырғыш десе ғой, жарайды енді. Ыстық бәрі бір ғой. Не істе дейді? Салқындатқыштың температурасын жоғарылату керек дейді. Давайте бір мысал берейік. Мынау 100 болсын, мынау 60 болсын. Т1 тең 100 болсын, 100 кельвин болсын, Т2 60 кельвин болсын. Енді осыған пәкті апарып қойайық. 100 азайтылған 60 бөлінген 100. 100-ден 60 азайтса 40, 40-ты 100-ге бөлсек 0,4 болады екен. Біздің пәгіміз осындай. Енді салқындатқыштың температурасын арттырып көрейік. Давайте 70-ке арттырып көрейік. А нұсқасын көрейік. 100 азайтылған 70 бөлінген 100. 100-ден 70 азайтса 30, 30-ды 100-ге бөлсек 0,3. Пәгіміз артты ма? Бізді пәкті арттыру керек. Артты ма? Кеміп кетті. Значит, А нұсқасы болмайды. Келесі Б нұсқасы. Салқындатқыштың температурасын тұрақты болу керек дейді. Салқындатқыштың температурасы тұрақты болса, пәк өзгермейді. 60 болса 60 болып тұра береді, 0,4 болып тұра береді, болды. Значит, болмайды. Келесі қыздырғыш температурасын жоғарылату керек дейді. Кеттік, мынау 100 болса 110 болсын. 110-нан 60-ты азайтамыз и 110-ға бөлеміз. 110-нан 60 азайса 50, 50-ді 110-ға бөлейік. Қанша болар екен? 0,45. Енді қарайық пәгіміз. Бастапқы пәк пен соңғы пәк артқан ба? Арасында айырмашылығы бар ма? Пәгіміз артып тұр. Яғни пәк арттыру үшін қыздырғыштың температурасын жоғарылату керек екен, оказывается. Значит, С нұсқасы болады. Д нұсқасында температурасын төмендету керек дейді. Оны да көрейік, жарайды енді. Бірақ жауап шығып тұр ғой. 90 азайту 90 қып көрейік, 100 болып тұр ғой, 90 қып көрейік. 90 азайту 60 бөлінген 90 деп көрейік. 0,3 болады екен. 0,3 кеміп кетті, көріп тұрсыздар, иә? Яғни бізде қыздырғыштың температурасын жоғарылату керек екен. Осындай мысал беріңіздер де барлық нұсқаны жазып көріңіздер, егер де қиналып тұрсаңыздар.
Вот шығып тұр даже дәлелмен. Хорошо? Значит, С жауабы болады. Келесі тестте әр қайсының кедергісі 20 Ом резисторлар кернеуі 420 вольт электр тізбегіне жалғанған. Тізбектегі тоқ күші 12 ампер болса, амперметрдің көрсетуі және амперметр жалғанған резистордағы тоқтың қуатын тап дейді. Қарайық. Бізде амперметр мында жалғанған. Қараңыздар. Мына екі жақ резисторлар бір-біріне кедергілер параллель, сол параллельмен бірге тауып аламыз да, онаумен тізбектей. Бірінші үшеуін тауып алайық. Әр қайсынікі 20 Ом ғой. Үшеуінікі қанша болады? 60 Ом болады. Сосын бізден тізбекте жалғанса қосылады, параллель жалғанса бір бөлінген болып қосылады, бір бөлінген R тең болады бір бөлінген 60 қосылған бір бөлінген 20. Бізде енді амперметрдің жалғанған кезіндегі амперметрдің көрсеткішін, қазір оның бәрін табамыз. Бірінші осы R жалпыны тауып көрейікші, не болар екен. Ортақ бөлім 60, мына жерге 3-ті беріп жүреміз, сонда 4 бөлінген 60 болады. Енді мынау R-ді табу үшін жоғары қарай R-ді көтерсек, мына жақты өзгереді. 60 бөлінген 4 болады, сонда 15 Ом болады. Сонда мына жақ, мына тізбек общий 15 Ом болып тұр ғой. Енді бұл әлі жалпы кедергі емес, өйткені мында бізде тізбекте тағы да бір кедергі жалғанған, соны жалғаймыз. Жалпы кедергі, сонда 15-ті 20-ға қосамыз, 35 Ом болады екен. Осы бізде жалпы кедергі. Міне. Енді бізде жалпы кернеу берілген 420 вольт, ол кіреді мына қарай, и мынаяқтан шығады. Кернеу қай кезде тұрақты? Параллель болған кезде тұрақты, я? Яғни мына жақта кернеу тұрақты, бірақта мына жақта тізбектей болса тұрақты емес. Яғни кернеу екіге бөлініп кетеді. Бірінші, жалпы кедергіні тауып алсақ, жалпы не берілген бізде? Тоқ күші берген, жалпы тоқ күші 12 амперге тең. Ал біздің тоқ күші қай кезде тұрақты? Тізбектей болған кезде тұрақты, ал параллель болған кезде өзгереді, я? Яғни, мына жақтағы, мына резистордағы тоқ күші мен мына толық тізбектегі тоқ күші екеуі екіге бөлініп кетеді. Мына жерде 12 ампер болса, мына жақта да толық тоқ күші 12 амперге тең. Көрдіңіздер ғой? Яғни мен тізбектегі тоқ күшім 12 ампер болса, мен тізбектегі нені тауып алам? Кернеуді тауып алам. Екен кернеу ол жақта басқаша. Мына 1 деп қойықшы. Мына общий, мына жер 2, мына жер 3 деп қойын. Мына 1 дегін тауып алайық. 1-дегі ол ай жалпының көбейтіндісі R1-ге. Я? Ай жалпы 12 көбейтілген R1 20. Значит, 12-ні 20-ға көбейтсе қанша болады? 1620 вроде бы, я? 240 ватт болады. Бізге мына жақта 240 ватт болса, мына жақта қанша болады сонда? Тізбектейді бөлініп кетті. Значит, мына тізбектерде 2 және 3-тікі бір-біріне тең. 420-дан 240-ты азайтсағанға тең, я? Жалпыдан. 420-дан 240-ты азайтсақ, 180 ватт болады. Түсінікті ғой? Мына жақта 180 ватт, осын мында 180 ватт болады. Енді ары қарай бізде амперметрдің көрсеткіші дейді. Амперметр мына жақта нені көрсетеді? Амперметр мына жақта бөлек болады, я? Мына 12 ампер болса, мына жақтардың бәрі 12 ампер болады қосындысы. Бірақ мындағы бізде кернеу берілген 180 ватт, яғни біз ай 3-ті таба аламыз, 180-ді бөліп тастайды екенмін 20-ға. Сөзде 9 ампер болады. Амперметрдің көрсеткіші сонда 9 ампер болады, я? Мен мына бөліктегі кернеу тауып алдым, ол параллель болғаннан мына жақта екеуі де тең болғаннан 180-ді кедергіге бөлем 20, 9 ампер. Амперметрдің көрсеткіші шықты. 9 ампер деген біреу-ақ негізі шындақта жауапта, ол А жауап болады. Бірақ қуатты табайық енді, қуатты табу қиын емес қой. Ол
I квадрат R десе сақ болады. I квадрат бізде 9-ның квадраты қанша? 81. И R 20. 81-ді 20-ға көбейтсек 1620 ватт болады екен. Мұнда А жауап екен дәлелдедік. Түсінікті ғой есеп. Әдемі есептердің бірі тек қана логикасын түсіну керек. Қай кезде тоқ күші тұрақты, қай кезде кернеу тұрақты, қай кезде кедергілер қосылады, қай кезде кедергілер бір бөлінген болып қосылады, соны нақты білу арқылы біз есепті шығарады екенбіз. Хорошо? Вот. Келесі есепке жылжайық. Таудың баурайынан бақылаушы өзінің қатты дауыстағы сөзін 1 секундта естиді. Бақылаушы мен таудың арақашықтығы дейді. И дыбыс жылдамдығы беріп қойған. Таудың баурайынан деп. Енді көрініп тұр да. Все. Қарайық. Бізде если баурайынан таудың арасында жүрсе адамдар, сіздер білесіздер, 1 секундтайын өзінің дауысын естиді екен да еще. Қараңыздар, таудың басында жүрсек бізде эхо болады. Эхо деген не? Өз дауысыңды есту ғой, бір айғайлайсың, өз дауысыңа қайтып құлағыңа келеді, я? Ондай білесіздер эхоның не екен, я? Сол кездегі формуланы ұмытпаймыз. Өзіңе қайтып келіп, мысалы, мынаяқтан айғайлайық бәріміз, тұрып ап, айғайлаймыз. Мынаяқта тау бар, тауға соғысат бар. Соғысатта қайтып өзімізге оралады екен. Көрдік қой? Содағы уақыт бізде Т1 секунд, жылдамдығымыз 340 метр бөлінген секунд. И таудың арақашықтығы, бақылаушымен, мынаяқта бақылаушы бар ғой енді. Таудың арақашықтығы дейді. Табу үшін S тең ВТ бөлінген 2. Бұл эходағы формула өзгермейтін. Өйткені арақашықтық не үшін 2-ке бөлеміз? Өйткені ол барады и келеді. Ол 2 жол жүріп тастап тұр да просто. Сол үшін 2-ке бөліп тастаймыз. Толық арақашықтығын табу үшін. 340-ты 1-ге көбейтеміз и бөлеміз 2-ге, сонда 170 метр болады екен. С жауап болады. Келесі есепте бір текті магнит өрісіне магнит индукция векторына жылдамдығының бағыты перпендикуляр болатын протон мен альфа бөлшек бірде жылдамдықпен ұшып кіреді дейді. Бірде жылдамдық ұшып кіреді. Осы жағдайда олардың қозғалыстарының қисықтық радиустарының қатынасы. Бізде Q альфа берілген, альфа бөлшектікі 2 Q протон дейді. Мына жазылып тұр, жазбай қойын, я. Біздегі қисықтық радиусының формуласы қандай, соны білуіміз керек. R альфаны жазып қойық. Ол MV-ның BQ-ға қатынасы. Яғни масса мен жылдамдықтың индукция вектор мен осы зарядқа көбейтіндісіне қатынасы екен. Енді бізде не берілген? Масса M альфа 4 M протонға тең дейді. V тұра береді. B тұра береді. Q неге теңді? 2 Q протонға тең дейді. Мұна мен қысқарып кетеді, 2 болып қалады. Енді жақта R протондықын жазайық. Оныкі жай ғана M протон, V, B, Q протон болса, я? Ол туралы ештеңе берілмеген. Сонда екеуінікі бір-біріне бөл деп тұр ғой мұнда. R альфаның R ға қатынасы деп. Бөлсек, әдемі бөліп көрсетейінші енді. R альфа бөлінген R протон. 2 M протон V бөлінген B Q протон бөлінген M протон V бөлінген B Q протон. Енді яқта MPV деген бәрі қысарып кетеді. M протон мен M протон, V мен V, B мен B қысқарады, Q протон мен Q қысқарады, сонда 2 ғана алады екен жауабында. Сонда R альфаның R ға қатынасы 2-ні береткен, ол С жауабында тұр екен. Мына формуланы ұмытпаймыз егмасы, қисықтық радиусы. Рентген түтікшесі шығаратын сәулелердің жиілігі берілген, 3 көбейтілген оның 18 дәрежесіндегі герцтен аспау үшін электродтарға түсірілетін потенциалдар айырымы дейді. Потенциал айырымы деген кернеу ғой, жай ғана кернеу U. Соны тап дейді. Жиілік берілген, жиілік 3 көбейтілген оның 18 дәрежесіндегі герцқа тең. Планк тұрақтысы, сосын барып
электронның электронның зарядтың шамасы берген, электронның заряды. Енді бізде екі энергия бар мында. Біреуі электронның энергиясы потенциалға байланысты, екіншісі рентген түкшесі болғаннан кейін бұяқта фотон энергиясы бар, кванттық энергия. Яғни бізде мында H көбейтілген U тең болады екен Q көбейтілген U-ға. Q көбейтілген U потенциалдар энергиясы бар ғой. Сол бізде кванттық энергия фотон энергиясына тең болады екен. Бірақ Q-дің орнына E жазамыз, екеуі де заряд қой, разница жоқ. Яғни бізде H көбейтілген U тең болады екен E көбейтілген U-ға. Түсінікті ғой? Екі энергия берілген. Осы жақтан U-ды тауып алатын болсақ, H nu бөлінген E. Бізде 6,63 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі көбейтілген U 3 көбейтілген 10-ның 18 дәрежесі бөлінген 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі. Сонда 6,63-ті көбейтеміз 3-ке бөлеміз 1,6-ға 12,43. Өзі бірақ жауап тұр сондай. Имна 34-тен 18 азайтамыз и 19 азайтамыз. Азайту 18, азайту 19. Сонда плюс 3 дәреже қалады. Яғни минус 19 жоғырға плюс болып барады, 19 мен 18-дің қосындысы 37-ні береді. 37-тен 34 азайтсақ 3 дәреже қалады. Сонда 12,43 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі вольт болады екен. Вольт болады. И бізде 12,43 киловольт деген шама шығады екен. Келесі есепте қараңғыда кедергісі 10 килоом фоторезистор кедергісі 2 килоом резистормен тізбекте қосылады. Фоторезисторды жарықтандырған кезде тізбектегі тоқ күші 4 есе артты. Фоторезистордың жарықтандырған кездегі кедергісі дейді. Енді қарайық. Бізде кедергімен фоторезистормен резистордың кедергісі тізбекте қосылған. Яғни R жалпы қандай болады? 12 килоом болады екеуінің қосындысы. Сосын тоқ күші 4 есе артты деген тоқ күші мен кедергінің бір-біріне пропорциясы қандай? U тең I көбейтілген R, ал тоқ күшін табатын болсақ осы жақтан ол U бөлінген R. Яғни бір-біріне кері пропорционал. Біздің кедергіміз артса тоқ күші кемейді, тура солай. Ал тоқ күшіміз 4 есе артса, яғни кедергіміз де 4 есе кемейді екен. 4 есе артты, кедергі де 4 есе кемеді. Сонда кедергіміз қанша болды R жалпы? Соңында 3 килоом болып қалады, 4 есе кемігеннен кейін. R жалпы да 4 есе кемейді. 3 килоом болады. И фоторезистордың кедергісі дейді. Фоторезистордікі 10 килоом болып тұрды, соның кедергісін табу керек дейді, соңындағы. Яғни бізде резистордағы кедергі өзгермеген, фоторезистордағы кедергі өзгеріп кеткен. Соны тап дейді. Бізде екі кедергі бар ғой, фоторезистор және резистор. Енді именно фоторезисторды. R жалпы неге тең еді бағана? R фоторезистор қосылған R резистор. Енді бізде фоторезистордікі өзгеріп кеткен. Табу үшін R жалпыдан R резистордікін азайтып тастайды екенбіз. Яғни R жалпы 3 килоом болып қалды, азайтамыз 2 килоомдікі резистордікі. Сонда 1 килоом болады екен. Сонда фоторезистордың өзгерген кездегі кедергісі, жарықтандырған кезде кедергісі 1 килоом болады екен. Мұнда диаграмма берген PT диаграммасындағы изопроцесстерді көрсет дейді. Өте оңай, қараңыздар. Бірінші процесс не тұрақты? P өзгеріп атыр, T өзгеріп атыр ма? Мысалы, мына жақта 4 болсын. T өзгеріп атыр ма? 4-тен аралай. Өзгеріп атқан жоқ. Яғни бізде T константа біріншісінде. Екіншісінде, яқта P өзгеріп атқан жоқ. Мысалы, 4 болса, 4 өзгеріп атқан жоқ. Та константа кетіп бартыр. Яғни P константа. Үшіншісінде не константа? Екеуінің тура ортасынан шықса, түзу сызық болып шығып тұр. Бұл жақта көлем константа, яғни V константа болады.
Енді Т константа болса қандай процесс, ол изопроцесс, ол изотерма. П константа болса изобара, В константа болса изохора. Ондай бар ма? Өзі бір изотерма деген біреу ақ екен, осыны таңдайды екенбіз. Келесі есепте тербелмелі контурдағы зарядтың уақытқа тәуелді теңдеуі берілген, Q тең 0,3 көбейтілген косинус 10-5 дәрежесіндегі пи т болса, уақыттың периодтың 8-ге бөлінісі уақыт мезетіндегі заряд шамасын тап дейді. Енді қарайық. Бізде негізгі зарядтың теңдеуінің формуласы Q максимум көбейтілген косинус омега т. Енді бізде т-ның орнына т бөлінген 8 деп қоя берсек болады. Бірақ бізде период жоқ қой, периодты табуымыз керек. Периодты табу үшін тоже формула бар, оны табу үшін омеганы қолданамыз. Омега неге тең? Ол 2π бөлінген т-ға тең. Осы жақтан периодты тауып алсақ, 2π бөлінген омега болады. Сонда есептесек, 2π бөлінген омегамыз неге тең? 10-5 дәрежесінде пиға тең. Пиді ұмытпаймыз, ол омега. 10-5 дәрежесінде пиға тең. Пи мен пи қысқарады, 2 көбейтілген 5 жоғары қарай барғанда -5 дәреже болады, секунд болады екен. Осыны қояйық енді апарып. Бізге зарядты табуымыз керек қой. Q максимумымыз 0,103, косинус 10-5 дәрежесіндегі пи көбейтілген уақыт 2 көбейтілген 10-5 дәрежесіндегі 8-ге бөлінісіне тең екен. Осы жақтан шығады екен, бізде 8 мен 2 4 болып кетеді. 10-5 дәрежесі мен -5 дәрежесі қысқарып кетеді. Пи бөлінген 4 болады. Енді пи бөлінген 4-тен қандай градус? 45 градус. Берілген тіпті 45 градус деп. Ал косинус 45 градуста неге тең? Ол түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Яғни 0,103-ті түбірасты 2 бөлінген 2-ге бөлеміз. Сонда қанша болады екен? Примерно түбірасты 2 1,4 көбейтеміз 0,103-ке и бөлеміз 2-ге. 0,021 кулон. Енді мынаны 1, 2, 3 десек 21 милликулон болады. Ондай жауап бізде С жауабына тұр екен, 21 милликулон. Келесі есепте серпелі тапаншадан горизонталь бағытта атылған массасы 12 грамм оқтың жылдамдығы 10 метр секунд болу үшін қатаңдығы 320 ньютон бөлінген метр серпенің сығылуы дейді. Яғни дельта X-ті тап дейді. Бірақ мынандай бір нәрсе беріп қойыпты, серпенің потенциалдық энергиясының 75% оқтың кинетикалық энергиясына айналады. Яғни біздің 0,175 Е потенциал тең болады екен Е кинетикалыққа. Осыны айтып тұр мына жерде. Масса берілген. Осы арқылы кинетикалық энергияны тауып алайық. Ол mv квадрат бөлінген 2 ғой. Осыны тауып алғаннан кейін потенциалдық энергияны тауып аламыз. Потенциалдық энергия неге тең? Ол К дельта X квадрат бөлінген 2-ге тең. Осы жақтан дельта X-ті тауып ала салады екенбіз. Хорошо? Бірінші кинетикалық энергияны тауып алайық. 12 көбейтілген 10-3 дәрежесі ХБЖ-ға келтіріп жатырмын. Граммды жылдамдық бізде 10 метр секунд, 10 метр секундтың квадраты 100 бөлеміз 2-ге. 100-ді 2-ге бөлеміз, или 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 100-ге көбейтсек 600, 600-ді 1000-ға бөлсек 0,6 джоуль болады екен. Енді осы жақтан потенциалдық энергияны тауып алсақ, ол 0,6-ны бөлеміз 0,75-ге, мындан тауып алып жатырмын. Сонда 0,8 джоуль болады. 0,8 джоуль. Енді осы жақтан дельта X тауып алайық. Дельта X-іміз неге тең? Ол 2 Е пи бөлінген К түбір астында. Квадрат қой еткені. Дельта X-іміз тең болады екен 2-ні 0,8-ге көбейтеміз, бөлеміз К 320-ға. Түбір астына салып жүреміз. 2-ні 0,8-ге көбейтсек 1,6, 1,6-ны бөлеміз 320-ға, оның түбір астына саламыз.
жоқ. 1,6 бөлінген 320 бөлемін, турасын саламыз. 0,7 метр болады екен. Бізде 7 сантиметр берген, сол дұрыс қой, өйткені 0,7 метрді 7 сантиметр ретінде жаза алады екенбіз, я? А жауабы болады екен. Кеттік онда контекстке келіп біз. Контекст бізде белгісіз газ деген контекст берілген екен. Бұл жақта айтылған мәнмәтін студент зерттеу жұмысын жүргізу барысында өзіне берілген куб тәріздес ыдыстағы белгісіз газ тығыздығының 1,25 килограмм бөлінген метр куб, молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 510 метр бөлінген секунд және 0,2 метр куб көлемде 5,4 көбейтілген оның 24 дәрежесіне молекуласы бар екенін анықтады. И бізде NA мен R берілген тұрақты шамалар, енді берілген көлемдегі газдың массасы дейді. Қараңыздар, көлемдегі газдың массасын табу өте оңай екен. Не үшін? Өйткені бізде тығыздық берілген и көлем берілген. Яғни просто ровимен таба саламыз. Ро бізде 1,25 жылдамдық, бізде енді көлем 0,2. 1,25-тен 0,2 көбейтсек 0,25 килограмм болады. Вот, С жауабы болады екен. Оңай екен. Келесі, газдың 1 моліндегі молекулалар саны. Нью 1 молге тең. 1 молге тең. Молекулалар саны тап дейді. Енді нью неге тең еді? Нью деген n бөлінген n-ға тең, я? Зат мөлшері. Осы яқтан n-ді тауып аламыз, сонда ньюді көбейтеміз n-ға. Сонда 1-ді n-ға көбейтсек, просто 6 көбейткен оның 23 дәрежесі бола салады екен. Көрдік қой? Яғни бізде сонда Авогадро тұрақтысының анықтамасы 1 мольдегі молекула саны екен. Хорошо? Авогадро тұрақтысының анықтамасы. Жауабы сонда Б бола салады. Енді студент, мәнмәтіндікі берілгені осы газ молекулаларының ыдыстың төменгі және жоғарғы қабырғаларына түсіретін қысымы. Енді газ молекуласы барлық жерге бірдей қысым түсіреді. Я? Ыдысқа бірдей, куб тәріздес ыдысқа. Ол қысымды қалай табамыз? Бізде мұнда жылдамдық берілген, тығыздық берілген, және сонымен табылсақ болады, яғни 1/3 ровы квадратпен табылсақ болады екен. Жылдамдық және де тығыздық берілген. Квадраттық жылдамдықпен таба аламыз ғой. Яғни 1/3 ро бізде 1,25, в квадрат 510-ның квадраты. Енді осыны есептейік. Сонда 108.400 паскаль болады. Ол енді екі жақта да бірдей ғой, төменгі және жоғары жағына да бірдей болғандықтан, мына 0 дегенді алып тастаймыз. Сонда С жауабы болады екен. Я? Мыналар келмейді. Келесі бізде бір есебі қалып қойыпты. Енді 30-шы есепке бірден секірейік. Сонда 4 сұрақ болады мәнмәтінде. Осы газдың температурасын дельта Т тең 109 градусқа қыздыру үшін қажет жылу мөлшері. Процесс изохоралық дейді. Қарайық. Бізде дельта Т бар. 109 градусқа тең. Енді жылу мөлшерін қалай табамыз? Бізде газ қандай? Газ өзі бір атомды. Яғни 5/2 нью ар дельта Т. Негізі бір есеп қалып қойып тұршы, негізі сол есебінде айтылғанда бір атомды деп жазылған өзі газы. Сол үшін бұл атомды бір атомды деп айтып тұрмын. Бұл газды бір атомды деп айтып тұрмын. Бір атомды болса 5/2 болады. Нью ар дельта Т. Енді ньюді қалай табамыз? Ньюді n бөлінген n деп таба салады екенбіз, я? n бөлінген n ар дельта Т. Дельта Т берілген, дельта Т мен
дельтаты екеуі бір-біріне тең. Түсінікті ғой, мен сіздерге айтқан оны даже. Қараңыздар, мысалы 100 кельвин мен 300 кельвин бар, соның айырмашылығымен соны температураға айналдырып айырмашылық тапсаңыздар, екеуі бірдей болады. Түсінікті ғой. Енді осы арқылы табамыз. 5 бөлінген 2 n 5,4 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі бөлінген n-а 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. И көбейтеміз r 8,131 дельтаты 109 градус болады екен. Осыны табайық, неге тең екен, мынау төбеде қалып қапты. Есептесек 20 килоджоуль болады екен. Калькуляторға салып есептесек, D жауабы болады. 20.300 болады, енді 20 деп жазсақ болады. Енді сәйкестендіруге келсек, сәйкестендіруге әдемі есептер берілген, енді сәйкестендіруде айтылған арты тең сигма көбейтілген t-ның 4 дәрежесі ненің теңдеуі, ненің формуласы дейді. Мен бұны сіздерге айтқам, жарықтың қысымы, жарықтың жарықтық деңгейі деп айтқамын. Бұл бізде Стефан Больцман заңы болып табылады. Олар шығарған 11 сыныптың кітабында бар осы формула. Хорошо? 11 сыныптың несінде бар формула Стефан Больцман заңы болып табылады екен. Міне. Келесі кинетикалық энергия тең болады фотон энергиясын аз шығаруды азайтқанға. Бұны бәріміз білеміз. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі. Хорошо? Фотоэффект сразу кинетикалық энергия тең болады фотоэффект азайтылған аз шығару болса, фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі. Болды осы. Бұл да 11 сыныпта бар. Кванттық физиканы жақсылап қарасаңыздар, кванттық физикада осы екі формулада бар. Вин заңы деген, РТ-ны табатын тоже формула, бірақ та ол басқаша. Хорошо? Вин заңы мен Стефан Больцман заңы бір емес. Келесі, қозғалыс болған орта түрмен осы ортадағы қозғалған зат бөлшегінің қозғалыс траекториясымен сәйкестендіріңіз дейді. Ауа қозғалған кезде оның примерно траекториясы қандай болады? Ояқта ауырлық күші әсер етеді ауаға, Не лақтырсаң да ауада ол төмен қарай ұмтылады. Сол үшін ол түзу сызықты қозғала бере алмайды. Яғни параболада бола алмайды екен. Сен именно былай лақтырсаң парабола болып түспейді ғой. Гиперболада онда сен реттестіріп лақтыра алмайсың. Вот сынық сызық болады. Хорошо, ауада екені бізден ауада не лақтырсаң да төмен қарай G үдеу тартып тұрады. Ауаның кедергі күші бар, жердің тартылыс күші бар, сонымен біздің қозғалыстың траекториясы сынық сызық болады екен. Келесі вакуум болсашы. Вакуумде ауа да жоқ, ештеңе жоқ қойықта. Не лақтырсаң ол түзу кете береді. Хорошо, қозғалыс траекториясы түзу болады вакуумде именно. Келесі суретте индукциясы 50 милли Генри катушкадағы ай тоқ күшінің Т уақытқа тәуелдік өзгеру графигі берген. Ай мына жағы Т, тоқ күшімен уақыт. График нөмірмен катушкада пайда болатын өздік индукциясының мәні. Өздік индукцияның формуласы қандай еді? Бағана айттық қой. Li бөлінген уақыт. Енді біріншісін қарайық. Бірінші график фиолетовый. Ол 0-ден басталған и 12. 12-ден 0-ді азайтамыз. 12 болады. Сосын 12 амперді миллигенри, 50 миллигенри. Тауып аламыз біріншісіндегі. 50 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі ай тең болады 12 амперге. Уақытқа бөлеміз. Уақыт бізде 0,4-ке тең ғой, 0,4-ке тең. 0-ден басталып 0,4-ке дейін. Яғни 50 көбейтілген 50-ді 12-ке көбейтеміз. Бөлеміз 4-ке. Сонда и бөлеміз 0,4-ке 1500 1,5 ватт болады екен. Яғни бірінші графиктегі өздік индукция 1,5 ватт болады. Хорошо?
мына фиолетовый графиктегі эпсилон 1 деп қояйын, аны эпсилон 2 дейін. Ал екінші графиктегі шы 50 көбейтілген -3 дәрежесіндегі екінші графиктегі ампер ол 8. И бөлінген уақыт тоже 0,4. 50-ді 8-де көбейтеміз 400, 400-ді 0,4-ке бөлеміз. 1000 болады, 1000-ды 1000-ға бөлсек 1 болады, сонда 1 вольт болады екен. Өздік индукция. Келесі есеп, тоже сәйкестендіру. Дене H биіктіктен еркін құлайды. Дененің энергияларының қатынасын биіктікпен сәйкестендіріңіз дейді. Енді қараңыздар, кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясын 4 есе артық дейді. Яғни Е кинетикалық Ада тең болады екен 4Е потенциал. Енді бұлар осындай кезде табамыз, примерно 4 есе артық болса, ол бір-біріне тең емес уақыт, максимум уақыт емес, екеуінің қосындысы толық энергияға тең болатын уақыт, иә. Кинетикалық энергия Е потенциалдық энергияға тең Е толыққа. Енді бізде кинетикалық энергия 4Е потенциалға қосамыз, Е потенциал тең болады Е кинетик толық энергия. Енді 5Е потенциал тең болады Е толыққа. Енді МЖH қой примерно. Мынауда МЖH деп жазсақ та болады, или как толық энергия ғой бұл енді. Сонда 5 көбейтілген МЖH, толық болғаннан кейін МЖ H толық. H десек те болады. Енді H толық десек те болады. Енді осы жақтан H-ты тауып алатын болсақ, мына МЖ-лар қысқарып кетеді. H бөлінген H толық, немесе мынандай H или қалай жазсақ болады. Бөлінген 5. Толық ұзындықтан, сол кездегі ұзындықты сол толық биіктік бар ғой, H биіктік. Сол кездегі биіктік табу үшін сол толық биіктікті 5-ке бөледі екенбіз. Вот, осы бізде. А несіне? H бөлінген 5 болады. Келесі Б. Дененің потенциалдық энергиясы кинетикалық энергиясының 2 есе артық. Яғни потенциалдық энергия тең болады 2 кинетикалық энергия. Енді тоже қосындысы болады, екеуі де 2 есе артық болса тең болмайды бір-біріне осындай уақытта, немесе біреуі максимум болмайды. Просто 2 есе артық уақытта тоже қосынды болады осындай. Яғни потенциалдық энергияның орнына Е кинетикалықты апарып қойсақ болады, бірақ біз потенциалдық энергиямен жұмыс жасауымыз керек, өйткені біз биіктікпен жұмыс жасауымыз керек қой. Биіктіктің қатынасын табуымыз керек. Яғни аламызда Е потенциалдық энергия қосындысы кинетикалық энергия орнына Е потенциалдық бөлінген 2 тең болады Е толық. Я? Енді 2, 3 Е потенциалдық бөлінген 2 тең болады Е толық. Мына тоже МЖH-ты ашып жазамыз. Мында көрінді тұр. Енді көрінді МЖH. 3 бөлінген МЖH тең болады екен МЖ толық H, яғни толық биіктік МЖ. Ары қарай H-ты тауып алатын болсақ 2H бөлінген 3 болады екен. Вот. Осы біздің биіктік болады екен. Б несінде вариантында. Сонда 2H бөлінген 3 болады екен. Хорошо? Вот, осы есепті түсінсек, мағынасын кеттік. Онда келесі есеп. Орнынан қозғалған кеме 0,5 минутта жылдамдығын 6 метр секундге дейін арттырды. Жүрген жолы өте оңай, әшейін В-мен шыға салады ғой. Бұл көбейтілген Т-мен. Яғни S тең 6-ны көбейтемін 30-ға тең 180 метр. Мына жауап и мына жауап болады. Келесі есепте көрінбей қалып жатыр. Контурдағы конденсатордың астарларының арасын 2 есе ұлғайтып, ондағы диэлектрик өтімділігін 2 есе жоғары басқа диэлектрикпен алмастырғанда контурдың тербеліс жиілігі. Енді қараңыздар. Біздегі
конденсатор астарының арасын деп тұр да. Екі конденсатор бар да, мысалы мынандай. Екеуінің астарларының арасы D. Ал диэлектр өтімділігі ортасында бір нәрсе бар, соны диэлектр өтімділік дейді. Ол эпсилон. 2 есе эпсилон дейді. Ал нені? Конденсатордың арасын тоже 2 есе арттырып тұр ғой, 2D0. Сонда сыйымдылықтың формасы қандай? Осындай жазық конденсатор үшін. Эпсилон, эпсилон 0, S бөлінген D. Енді эпсилон жоғарда 2 болып тұр. Эпсилон 0 бөлінген S 2D0. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда форма өзгермей қалып, жай ғана бастап формаға қайтып келеткен. Сонда біздің жиілік, контурдың тербеліс жиілігі дейді. Тербеліс жиілігі болса, ол да өзгермейді, брат айтты дәлелдеп жетсе, сонда бізде С өзгермейді. С просто сондай болып қалады. И бізде жиіліктің формасы қандай еді? 1 бөлінген 2 пи түбірасты LS, Енді С мынақа апарып қойсаң, формула өзгере ма? Формула өзгермейді. Яғни жиілік те өзгермейді. Конденсатор өзгермегеннен кейін, сыйымдылығы өзгермегеннен кейін, сонда өзгермейді жиілігі де. Келесі өте әдемі есеп, мұқият қараймыз. Төмендегі суретте бір текті магнит өрісіне электрон, ал бұл суретте протон бірдей V жылдамдықпен ұшып кіреді. Магнит индукция векторы V. Электрон мен протонның зарядын E және электрон мен протонның массалары сәйкесінше ME және M протон болса, Лоренц күшінің бағыты мен қозғалыс траекториясының радиусы. Енді қозғалыс траекториясының радиусын біз жақсы білеміз ғой, формуласы қандай екен. R тең MV бөлінген BQ. Егерде протондық электрондікі болса, M электрон көбейтілген жылдамдық, и магнит индукциясына көбейтеміз, и электрон өзіне көбейтеміз. Ал R протон болса, M протон көбейтілген жылдамдық, и B көбейтілген тоже еге. Осындай екі нұсқаны табамыз. Екі жауабы бірнеде. Ол бізде біріншісінде тұрма? Жоқ, біріншісінде зарядты жоғарғы көтеріп жүрген, дұрыс емес. Екіншісінде ME көбейтілген V бөлінген. Мынау дұрыс бізде С жауабы. Мынау дұрыс емес, өйткені мында зарядты ұмытып кеткен. Сол үшін мынау дұрыс емес. С жауап дұрыс уже. Енді Лоренц күшін табу үшін қай қолмен жұмыс жасаймыз? Лоренц күшін табу үшін сол қолмен жұмыс жасаймыз. Мына мен сол қолым. Сол қолды аламыз. Енді бірінші, давайте Б-дағы протонды қарайықшы, Б-дағы протон. Жылдамдығы 4 саусақ. 4 саусағымыз оңға бағытталған. Оңға бағыттаймыз. И не деп тұр? Ана индукция векторы бізге қарай келе жатыр. Бізге қарай келе жатса, бұны қолмен күтіп аласың бай. Бізге қарай кіріп баратыр, ол точка болса, бізге қарай келе жатыр деген сөз индукция векторы шы. Енді индукция векторы бізге келе жатса, қолмен күтіп аламыз. Жылдамдығымыз 4 саусағымыз оңға бағытталған. Сол кездегі Лоренц күші қайқа бағытталған? Бас бармағымыз. Бас бармақ қой Лоренц күші. Лоренц күші тік төмен бағытталғанын көріп тұрмыз. Міне А жауабы болады. Енді электронға әсер ететін Лоренц күші, электрондыкін қарайық. Электронда индукция векторы бізден ары кетіп баратыр. X болып тұр ғой. Индукция векторы бізден ары кетіп баратса, бізден ары кетіп баратыр ғой, ол міне, былай кетіп баратыр. Сонда біз оны күтіп аламыз тоже. Былай күтіп аламыз, өзіміздің бетімізбен қаратып. Күтіп аламыз. Жылдамдығымыз тік жоғары бағытталған, тік жоғары бағыттаймыз жылдамдықты. Сол кездегі Лоренц күшіне қараймыз. Лоренц күші қайда бағытталған? Қарайықшы Лоренц күші. Бізден ары болып тұр. Бізден ары болса былай. Дұрыс. Дұрыс. Бізде Лоренц күші солға қарай бағытталған көріп тұрмыз, бәріміз солға қарай бағытталған. Бірақ мен сіздерге айтарым, егерде Лоренц күшін именно электронды әкеп қойсақ, минус зарядты әкеп қойсақшы. Егерде минус заряд болса, электрон болса,
тура протондағына есептейміз, тура кәдімгідей есептейміз. Кәдімгідей салайыншы. Лоренц күшін табамыз. И Лоренц күші солға қарай болып тұр ғой. Тура соның кері мағынасын ала салады екенбіз. Именно электронда, электрон кесе. Кері шамасы, солға кері шама оң. Яғни Лоренц күшін табамыз. Сөйтіп, кері шама аламыз. Именно Лоренц күшін ғана, жылдамдық өзгермейді, только Лоренц күшінің ғана кері шамасын алады екенбіз, хорошо? Осындай лайфхак біліп аламыз, и осымен шығарамыз дейді. Сонда солға болып тұр, бірақ біздікі электроннан болғандықтан Лоренц күші өзгеріп кетеді оңға, минус заряд болғаннан кейін. Вот. Келесі есепте температурасы 286,4 кельвин, көлемі 20 литр, массасы 0,3 килограмм аммиактың осындай ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын тап дейді. И аммиак деген мына қоспа NH3 деген. Осының қысымын тап дейді. Қараңыздар, қысымды табу үшін температура берген, көлем берген, сонда PV N арты деген. Нью арты ғой, нью ар дельтаты деген формамен шығады. Бізде масса берілген, және де мольдік массасын тауып алсақ, PV тең болады масса бөлінген мольдік масса ар дельтатымен шығарады екенбіз. Нью соған тең ғой. Енді бізде мольдік масса жоқ. Мольдік масса сутекке бөлек, азотқа бөлек беріп қойыпты да. Енді сол общий қоспаныкін табу керек, аммиак болған кездегі. Оны табу қиын емес. Не істейміз? Ндікі 14 грамм. Осыған қосамыз. Бірді қоспаймыз. 3 болып тұр ғой. 3 болып тұрса 3 көбейтілген 1 деп қосамыз. Сонда 17 грамм бөлінген моль болады. Ошақтан пын тауып алсақ, М көбейтілген R көбейтілген дельтаты бөлінген М көбейтілген В. Осыған саламыз енді, қысымды табу үшін. Масса 0,3, универсал газ тұрақтысы 8,31, дельтаты температурасы 286,4 кельвин, бөлінген мольдік масса 17 грамм мольда айландырамыз, килограмм мольға 17 көбейтілген 10-3 дәрежесінде килограмм бөлінген моль. -3 дәреже. И көбейтеміз көлемге, көлем 20 литр. 20 көбейтілген 10-3 дәрежесіне. -3 пен -6 дәреже. Есептеп жүрейік осыны 0,3 көбейтілген 8,31. Көбейтеміз 286,4-ге и бөлеміз 17-ге. И бөлеміз 20-ға. 0,21 көбейтілген -6 дәреже жоғарға +6 болсын, оның 6 дәрежесіндегі паскаль. Енді жауапта 0,21 мегапаскаль деген бар екен, соны белгілейміз. Мега ғой оның 6 дәрежесі. 0,21 мегапаскаль деген бар. И потом 2,1 көбейтілген оның 5 дәрежесі болады. Өйткені 1 дәреже жылжытсақ 5 дәреже болады, 1 дәрежеге қысқарады. Онда А мен С жауабы болады екен. Хорошо? Вот. Біз толық бір нұсқаны талдап шықтық. Енді сіздерге осы нұсқа талдаудың соңында айтарым. Ынта болса адамда, қиыныш жоқ ғаламда. Бізді тоқтататын ештеңе жоқ. Тек қана бізде ынта болса болды. Сіздердің қолдарыңыздан келетініне мен әрқашанда сенімдімін. Тек қана әрекет етейік, еңбектенейік. Көрдіңіздер, нұсқа талдау өте нұсқалар әдемі есептер, қатты прям олимпиадалық есептерде қиындығы жоқ. Тек қана кітаптан оқимыз. Кәдімгі біздің мектеп бағдарламасында кітап бар ғой, 11 сыныптың, 10 сыныптың, 9. Осы 3 сыныптың кітабын оқыш, хотя бы. Осы 3 сыныптың кітабында жақсы түсіндірілген кітапты 200-300 беттік кітап. Қиын емес оқыған.
тез бізге қажетті мәліметтерді сызып оқып шықсақ, бір айдың ішінде 3 кітапты, 2 айдың ішінде 3 кітапты бітіре алады екенбіз, иә, қолымыздан келеді. Сол үшін де тек мен сіздерге сенемін, пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше сәттілік тілеймін сіздерге. Сау болыңыздар.